Кейбір нәрселер ежелден сақталып келеді, бірақ олардың көбісінің тарихы белгісіз. Олардың бірі бақытта келсе, бірі қарғыспен бірге жүреді. Кейбір адамдар оларды жай сәйкестік деп есептесе, кейбіреулер үшін шын нәрсе. Оларға сену-сенбеу әр адамның өзінің қалауы. Сәлем достар, бүгін сіздерге қарғыс атқан нәрселер жайлы айтамын. Дибукка қобдишасы. 2001 жылы Кевин Маннис есімді азамат аукционнан Дибукка қобдишасын сатып алған болатын. Қобдишаның иесі болғаннан кейін оған әртүрлі қорқынышты нәтиштер көріне бастаған. Кейін қобдишаны анасына сыйлап жіберген. Анасы қобдишаны алған күні жүрегі ұстап қалған. Одан кейінгі қобдиша иелері де түсініксіз жағдайлар болып жатқанын айтқан. Ал ең соңғы иесінде түсініксіз тері аурулары пайда болған. Қобдиша өзіне көп назар аудартқаннан кейін оны тарихшылар тексерген. Кейбір адамдар қобдишада еврей аңыздарындағы тынымсыз Дибукканың елесі бар деп есептейді екен. (1972 жылы Билл Стоунхэм жасап шығарған «Руки противятся ему» атты картинасы әлемдегі қарғыс атқан картиналардың бірі болып есептелген. Картинаны сатып алған иелері күн батқан кезде картинада түсініксіз жағдайлар болып тұратынын айтып шағымданған. Кейде суреттегі балалар қимылдаса, кейде олар жоғалып кетеді екен. Суретшінің ойынша, бұл суретте аса құдіретті ештеңе жоқ. Бұл картина өзіміздегі әлем арасындағы қақпа деп атайды. Жылап тұрған бала картинасы. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін итальяндық суретші Джованни Браголин жылап тұрған бала тақырыбы бойынша сурет сала бастаған. Кейін бұл суреттерді көптеген туристерге сатқан. Содан кейін Британияда осы картиналардың көптеген түрі шыға бастаған. Бірақ осындай картиналар бар үйдің көбісі өртеніп кеткен. Бірақ суретке ешқандай да зақым келмеген. Суреттің қарғысы жайлы ең алғаш The Sun газеті жазған. Кейін сөреге баланың үйі өртеніп, жетім қалғанын анықтаған. Егер осы видеода 500 лайк жиналса, осы оқиғаның тарихы жайлы толықтай видео шығарамын. Басбидің орындығы. Орындық кісі өлтіруші, өлім жазасына тағылған Томас Басбидің сүйікті орындығы болған. Өлім алдындағы соңғы арманында сүйікті барына барып, сүйікті орындығына отырып тамақ жеп болып, орнынан тұрған Томас, бұл орындыққа кім отырса, сол адам өлім құшсын деп айтып кеткен. Кейін бұған отырған 63 адам кенеттен ажал кешкен. Өлім саны көбейіп кеткеннен кейін бардың иесі орындықты қаладағы мұражайға беріп жіберген. Орындыққа отырып ажал кешпесін деп мұражайда 1,5 метр биіктікке көтеріп орналастырған. Бассано құмырасы. Аңыз бойынша бұл құмыра 15 ғасырда жасалып қыздың үйлену тойына сыйлыққа берілген, бірақ үйленгелі жатқан әйел тойы болмастан көз жұмған. Кейін қарғыс атқан құмыра туыстарына берілген. Құмыраның иесі атанған әрбір иесі көз жұма берген. Ақыр соңында құмыраны бір жерге жасырған. 1988 жылы алған. Ішінде абайлаңыздар, бұл құмыра тек өлім әкеледі деген жазу бар. Осы құмыраның иесі адамдар кенеттен көз жұма берген. Құмыраның иесі мұражайға бергісі келген, бірақ бәрі бас тартқан. Қазір құмыраның қайда екені белгісіз. Миртов плантациясындағы айналар. Миртов плантациясы ақштағы елеске толы үйлердің бірі болып есептеледі. Айна осы үйдің қабырғасында ілулі тұр. Аңыз бойынша бұл үйде Сара Вудруп пен оның балалары уланған. Кейін елестері айнаның арғы бетінде қалған. Мұнда келген туристер айнаның қасында түскен суреттерінен әйелдің және балаларының елестерін көреді екен. Энна Бейкердің той көйлегі. Бұл көйлек ешқашан кимеген Энна Бейкерге тиесілі болған. Энна Бейкер жас жігітті қатты ұнатып қалады, бірақ Энна бай әулеттен, ал жігіт қарапайым жұмысшы болады. Екеуі үйленеміз деп жоспар құрады. Тіпті той көйлекте сатып алады. Оны білген әкесі бұл тойға қарсы шығады. Сөйтіп Энна өзім сүймейтін адамға тұрмысқа шықпаймын деп айтқан. Содан кейін Энна тек жалғыздықпен өмір сүреді. Энна қаза болғаннан кейін оның той көйлегін Бейкерлер әулетінің үйіне көрмеге қойып қояды. Көйлек айнаның ішінде тұрса да, оның қимылдайтынын
көпшілік жұрт көрген. Маори тайпасының бетпердесі. Маори Жаңа Зеландияда мекен еткен ежелгі тайпа. Аңыз бойынша олар соғысқа аттанарда ағаштан әртүрлі бетперделер жасаған. Бұны жасау себебі өлген адамның әруағы осы бетпердеде қалады деп есептеген. Бұл бетпердені ұстаған ерлерге ештеңе болмауы мүмкін. Бірақ жүкті әйелдер немесе олардың жолдары болмай әртүрлі аурулар пайда болады екен. Каналда көптен бері видео шықпай жүрді. Оның да бір себептері бар. Сөйтіп ойлана келе осы тақырыпта видео шығарғанды жөн көрді. Егер де видео ұнап жатса лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен FT Fury, Clickbus каналынан аман сау болыңыздар.